Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Айнымалы тоқтың бір фазалы қозғалтқыштарында іске қосу үшін айналатын магниттік өріс қолданылады. Бір фазалы қозғалтқышта магниттік өріс тудыру әдісі үш фазалы қозғалтқыштағыдай емес. Орам арқылы өтетін бір фазалы тоқ толықсыма магниттік өріс тудыратын болады. Бірақ мұндай өрісті айналуға қалай мәжбүрлеуге болады? Танымал югославиялық өнертапқыш Никола Тесла бұл міндеттің шешімін ойлап тапты. Бірінші орамға перпендикуляр тағы бір орам қосу қажет. Сол бір қуат көзінен шығатын тоқ екінші орам арқылы өтеді. Сондықтан екінші орамдағы магниттік ағынның тербелістері бірінші орамның магниттік өрісіне перпендикуляр жүретін болады. Ал енді екінші орамның контурына конденсатор қосайық. Конденсатордың болуы осы тоқ сымының бірінші орамға қатысты 90 градусқа жылжуын қамтамасыз етеді. Қорытқа магниттік өріс осы екі өрістердің жиынтығы болып табылады. Енді уақыттың өтуімен қорытқы магниттік өрістің өзгеруіне назар аударыңыз. Уақыт өте келе қорытқы магниттік өрістің қарқындылығы бұрынғыдай қалатынын байқауыңыз мүмкін, бірақ оның бағыты өзгереді. Бұл айналатын магниттік өріс. Бұл қағиданы екі есе айналатын өріс теориясының көмегімен түсіндіруге болады. Магниттік өрістің жылдамдығы синхронды жылдамдық деп аталады. Бұл орамда барлығы екі полюс бар. Шынайы қозғалтқыштарда полюстер саны көбірек болады. Ол синхронды жылдамдықтың сипаттамаларын өзгерту үшін қажет. Мұндай магниттік өріс бір фазалы қозғалтқыштың роторын іске қосылады. Назарларыңызға рахмет.